Интернетке тәуелділік қазіргі кездегі ең ауқымды проблемалардың бірі. Себебі статистикаға сүйенсек, 3,7 миллиард адам TikTok қосымшасын, 5 миллиард адам WhatsApp қосымшасын жүктеген. Елімізде 5-16 жас аралығындағы жасөспірімдердің 84%, 16-74 жас аралығындағы ересектердің 89% әлеуметтік желіні қолданады. Әлеуметтік желіге деген тәуелділік қайдан пайда болды? Мектеп мамандарынан сұрастырып көрдік. Жауаптарын бірге білейік. Сәлеметсіз бе? Интернетке тәуелділік бала психологиясына қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Жалпы бұл өте тұшымды сұрақ. Енді интернетке тәуелділік баланың психологиясына қалай әсер етеді? Әрине ол өзінен зиянсыз, керексіз ақпаратты алғандықтан деп есептеймін, жеке өз басым. Кез келген баланы отбасында қарайтын, бақылайтын ата-анасы міндетті түрде болуы қажет. Қазіргі таңда көптеген ата-аналардың жұмыс бастылығы болып кеткендігі соншалық, баласына тіпті кейбір уақыттарын бөле алмай да жатады. Бұл әрине менің ойымша жеке пікірім, ата-ананың үлкен қателігі деп есептеймін. Өмірдің өзі ақ пен қарадан тұрғандықтан, әлеуметтік желінің пайдасы да, зияны да болады. Ал сол пайдалы жағынан да, немесе зиян жағынан да пайдалана білу, ол жеке бір адамның өзінің санасына байланысты деп есептеймін. Және де керек ақпаратты алу үшін де арнайы сайттарды қолданса, әлдеқайда жақсы болады деп есептеймін. Рахмет. Жасөспірім ретінде интернетті қалай пайдаланған дұрыс деп ойлайсыз? Жалпы менің пікірімде, бұл 21-ші ғасыр болғандықтан, оның әр адам үшін мүмкіндігі өте зор. Себебі 21-ші ғасырда біздер жаһандану заманы деп жатамыз. Жаһандану заманы бұл жаңа технологияның шығып жатқан, өркіп жатқан, бізде жаңа индустрия болып жатқан заман. Сондықтан интернетті мен ең алдымен оның зияны да жоқ емес, әрине, алайда жасөспірімдер үшін оның пайдалы тұсы молырақ дегім келеді. Яғни ол әркімнің өзіне байланысты, егер оқушы немесе кез келген адам сол интернетті дұрыс жағына пайдаланса, яғни қажетсіз дүниелерді қарап, уақыт құрту үшін емес, білім ізденіс, ғылым үйрену үшін қараса, онда оның өзі үшін пайдасы молырақ болмақ. Сізді кітапхананың тұрақты оқырманы ретінде білеміз. Оқушыларға интернеттен бөлек алшақтау үшін қандай қызықты кітаптар ұсынар едіңіз? Жалпы кітаптар өте көп. Кез келген кітапты мен айтып ұсына алатын едім. Бірақ та ол жасөспірімдердің жастарына байланысты, мен оларға кез келген кітаптар ұсынамын. Негізінен жасөспірімдерге ұсынарым әлемдік мотивациялық кітаптар болатын еді.